Барлықтарыңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді әрі оңай жасалатын песочный тестадан жасалатын самсаның рецептісін ұсынатын боламын. Ең алдымен бізге ұнымызға және сармаймызды салып, үгітіп, крошка жасап аламыз. Осылай міне крошкамыз дайын болғаннан кейін бір жұмыртқамызды және 2 дана жұмыртқамыздың саруызын салып жақсылап илейміз және қаймағымызды, тұзымызды саламыз. Видеода көрсетілмей қалыпты. Барлығын жақсылап араластырып қамыр илейміз. Қамыр илеп болғанымыздан кейін осылай орап болғаннан кейін 1 сағатқа холодильникке қойып қоямыз. Біз начинкасын дайындайтын боламыз. Мен асқабақтан дайындадым. Өте дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Асқабағымызды осылай майдалап турап алдым. Пиязымды салдым, тұзымды және қантты, бұрышты және сұйық майды салып, барлығын жақсылап араластырып дайындап алдым. Бір сағат өткеннен кейін қамырымызды холодильниктен шығарып, осылай бөліктерге бөліп алып, қамырымызды осылай жайып, самсамызды түйеміз. Самсамыздың барлығын түйіп болғанымыздан кейін бетіне жұмыртқамызды жағып, жақсылап барлығына біркелкі етіп жағып аламыз дағыны. Бетіне кунжутымызды сеуіп, қызып тұрған пеште қызарғанша пісіріп аламыз. Өте дәмді болып шығады. Достар, сіздер де жасап көріңіздер. Өте тәтті болады. Сіздермен болған мен Айзада.